Қайырлы күн. 737 есепті бірге шығарып көрейік. 0,8-ге қос дейді 7-тен 3-ті. Бөлім 7 болғандықтан ол ешқандай ондық бөлшекке айналмайды. 3, 7 болған кезде 9. Демек, мен онда ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруым керек. Яғни 0 бүтін болса 0 деген сан жазбаймыз. Бүтін 10-нан 8 өтіртеген бір сан тұрма, онда бөлімінде 10 деген бір нөлі барғанда сан жазамыз. Плюс 7-тен 3. Енді осы жерде кәдімгідей ортақ бөлім беріп жібереміз. Мұнда 10-нан берілсе, мұнда 10-нан беріледі. И мұнда 7-ден береміз. Ортақ бөлім 70 етсек болады. Сонда 70 болады, 7-8-ім 56 болады, қосылған 30 болады. Сонда 56-ға 30-ды қоссам 96 болады, мынау 70. Енді осы жерден 2-ге бөліп жіберсек болады, 2-ге қысқартып жіберуімізге болады. 96-ны декке бөлсек 48 болады. И мұнда 35 болады. Әрмен қарап қысқарта алмаймыз. Сол себепті алымын бөліміне бөлетін боламыз. Ол қалай? Мұнда черновикке көрсетіп жіберейін. 48. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру үшін алымын бөліміне бөлесіз. 48-дің ішіне 35 бір рет кездеседі. Ол 35 болады. Азайтқанда 13 болады. 13 қалдық қалды, Демек, мұнда мен әрмен қарап шығара алмаймыз, өткен қалдық қалып отыр, бір бүтін деп 0 тіркеп арқылы шығаруға болады, бірақ ешқандай ондық бөлшекке айналмайды. Сол себепті мұнда бір бүтін бөлім сақталады. Қалдық қанша қалды? 13, ол алымына жазылады. Сонда 1 бүтін 35-тен 13, ол бірінші есептің жауабы. Дәл сол секілді барлық есепті шығарып шығамыз. Мұнда да дәл солай. Ортақ бөлім 30-ға келтіруге болады. 10-нан 3-тен берем. Сонда 3 бүтін 30-дан 10 минус 2 бүтін 10-нан 15 болса, 10-нан 15 алынбайды, 30-дан 15. Онда мұндағы 1 бүтіннен 3 бүтіннен 1 бүтін қарызға аламыз. Сонда 2 бүтін, жаңа 1 бүтінді алғандықтан оны бөліміне көбейтеміз. 30-ның өзі болады, оған алымын қосамыз. Сонда 40 болады. Яғни 1 бүтінді алғанымыз үшін алым мен бөлімі қосып алымына жазамыз. Мұнда 30 минус 2 бүтін 30-дан 15. Енді бүтіннен бүтінді азайтсақ 0 жазылмайды. Бөлімі 30, 40-тан 15-ті азайтасыз. И мәнін жаза саламыз. Сонда 25, 5-ке қысқартуға болады. Сонда 5, 30-ды 5-ке қысқартсақ 6. Дәл осылай үшіншісін кеттік. 4 бүтін 10-нан 9 плюс 1 бүтін 9-дан 1. 4 бүтін 10-нан 9. 9-дан 1 жай бөлшек, ондық бөлшекке айналмайды. Сол себепті осылай жасағанымыз дұрыс. Бүтінге бүтінді қосамыз 5 бүтін. Ортақ бөлім 90-ға болады, 9, мұнда 10-нан берем. Сонда 81 плюс 10. Қосу болған кезде ештеңе уайымдамай, сразу осылай жазуға болады. И мұнда 90. Сонда 5 бүтін 90-нан 81-ге 10-ды қоссақ 91 болады. Демек бұл 6 бүтін 90-нан 91-ді 90-ға бөлсек 1 бүтін. Мұнда қостық 5 бүтінге, қалдық біреу қалады. Оны алымына жазам. Төртінші есеп. 26 бүтін 11-ден 1 минус 5 бүтін 10-нан 7. Мұнда да келмей, сол үшін бірден жай бөлшекке айналдырамыз. Ортақ бөлім 110-ға келтіруге болады. Мұнда 10-нан, мұнда 11-ден. Сонда 26 бүтін 110-нан 10 болады.
болса, минус 5,100-нан 7, 7-ге 11, 77. Не көрдік? 10-нан 77-ні азайта алмаймыз, е? Онда 26-нан 1 қарызға аламыз. Енді ол қарызды біз жабуымыз керек. Яғни, алым мен бөлімін қосамын да өзіне қайтарып берем. Яғни, 110-ға 10-ды қосам, 120 болады, ол алымына жазам. Міне, өзіне қайтарып бердік. Минус 5,110-нан 77 болады. Енді мәнін ғана табуға. Мына жер 25 бүтін болады. 1 бүтін алдық қой біз шына. Сол себепті 25 бүтін болуы керек болады. 25-тен 5 бүтінді алсақ 20 бүтін. Бүтіннен бүтінді аламыз. Бөлімі сақталады. Ал алымнан алымын азайтамыз. Себебі бізде азайту тұр. 120-дан 77-ні алсақ 3,43 болады. 5-ші есеп. 40 бүтін. Сразу мәнін 10-нан 8 жазайын. Себебі 3 келмейді. Плюс 30 ортақ бөлім. Мұнда 3-тен, мұнда 10-нан болады. Сонда 40 бүтін 30-дан 8 үшін 24 қосылған 15 бүтін 30-дан 12 20. Енді 40-қа 15 қоссам 55, бүтінге бүтін қоссам, бөлім бірдей болғандықтан сақталады. 24-ке 20-ны қоссам 44 болады. 2-ге қысқартып жіберсек болады. 15, 22. Енді алымын бөліміне бөліп жібереміз. Сонда 22-нің ішінде 15 бір рет кездеседі, яғни бір бүтінді мына бүтінге қосам, ол 56 болады. 15, 7 қалдық қалады, е? Соңғы есеп. 13, 10-дық бөлшекке айналмайды екен бұлда. Минус 9 бүтін 10-нан 5, 130 болады ортақ бөлім. Сонда 18, 10-нан бергенде 130-дан 10 болады. И мынау 10, е? Мынау 3. Ой, 13. Сонда 9, 130, 13-ті 5-ке көбейтсек 65 па? Тең 10-нан 65 алынбайды, сонда 17 бүтін болады. 130-дан алым мен бөлімі қосып жіберсек 140 болады, е? Минус 9 бүтін 130-дан 65 болады. Сонда 17 бүтін мен 9 бүтінді аламыз. Бүтіннен бүтін алынып 8 бүтін болады. 130 сақталады. 140-тан азайтамыз. Алымнан алымын азайтқанда 75. 5-ке қысқартып жіберуге болады ғой, балалар? 75. Сонда 8 бүтін. 130-ды 5-ке бөлсек 26 болады. 75-ті 5-ке бөлсек 15 болады. Сонда соңғы жауап осы.